жақсы қартайғыңыз келсе, кәрілікті жақсы қарсы алғыңыз келсе, осы бастан күш салыңыз, балаларыңызды жақсы көріңіз, сүйіңіз, еркелетіңіз, оларды тыңдай біліңіз, балаларыңызбен осы бастан қарым-қатынасыңызды түзеңіз. Өйткені балаларыңыз сізге, қазір сіз балаларыңызға қалай қарайсыз, не беріп атсыз, оларға қандай сөз айтып атсыз, қандай әңгіме айтып атсыз, оларға не бере алып жатсыз, морально, материально тұрғыда не бере аласыз, балаңызға не беріп жатсыз, дәл қазір тура соны олар сіздің қартайған шағыңызда өзіңізге қайтарады. Сол себептен айтады ғой, егінді дәл қазірден бастап баптап қараңыз, ол сізге кейін жемісін береді, сіз зейнетке шыққан кезде. Және де зейнетке шыққаннан кейін ойбай мен болды, кәрілік келдім деп отырып қалмай, өзіңіздің денсаулығыңызды материалдық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан, физикалық тұрғыдан осы бастан қолға алыңыз. Біздің қазақтың әйелдері пенсияға шығады, бітті болды, кәрі болып, мыжырайып, жаңағыдегі ана дүниеге дайындалады, ол дұрыс емес. Пенсияға шыққан, зейнетке шыққан деген сөз, ол жаңа өмірдің белесі ашылды деген сөз. Өзіңізге бұрынғы айналыса алмай қалған балаңызға, отбасыңызға, жұбайыңызға бөлген уақыттардың бәрін осы зейнет жасына шыққан кезде солардың бәрін істеуге болады. Мысалға, сіз тоқымамен айналысқыңыз келе ма, жоқ, басқа нәрсемен айналысқыңыз келе ма, мысалға, кейбіреулер кондитерлікке ауысып кетеді, кейбіреулер саудаға шығып кетеді. Оның бәрі сауда, қарап келгенде, былай қарап келгенде бәрі саудаға жатады, бірақ ол өзіңіздің жүрегіңізден шыққан іс болуы керек. Сол кезде сіздің жаныңыз тыныштық табады, келініңізбен, қызыңызбен, күйеу балаңызбен, қасыңыздағы шалыңызбен, жігітіңізбен төбелесіп, айқайласып, құр бекерге уақытты құртып, нерв болып, стресс болғанша, солай өзіңіздің уақытыңызды тиімді пайдаланыңыз. Сонымен қатар өзіңіздің денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Осы бастан витаминдер ішіңіз, пайдалы ақпараттар алыңыз, оқыңыз, кітап оқыңыз осы бастан. Және де өзіңізді арғарай дамытыңыз. Қазіргі технология заманында, 21 ғасырдың заманында барлығы даму керек. Кішкентай баладан үлкен жасқа дейінгі кәрі адамға дейін даму керек. Орыстар айтады ғой, век живи, век учись деп. Сол себепті әр қашанда даму үстінде болуымыз керек. Жас балдарда, үлкен адамдарда.